Менің білімге ұмтылған дара ұрпағым сендерге бүгінгі айтар өсиетім, елдің іргесін ұстайтын байлық емес, билік емес, ол әділдік. Сондықтан мен әрдайым айтушы едім, әділдікке берік болсаң аяғың таймайды. Бұл сөз өмірдің шындығы. Адам әділ болса, Алла да, халық та оның сөзін қолдайды. Әділдіктен айныған адам, алтын тақта отырса да құлайды. Менің уақытымда ел ішінде дау көп еді. Жер дауы, жесір дауы, құн дауы, кімнің сөзі ауыр, кімнің ісі дұрыс соны таразылап, әділ төрелік айту оңай емес. Бірақ мен ешқашан жақынға бұрмай, дұшпаннан қаймықпай, тек шындықтың жағына тұрдым. Бірде екі ру таласып келді, бірі бай, бірі кедей. Бай пара ұсынды, кедей көзінен жас төкті. Сонда мен, пара алған билік қараңғылықтың басы, ал көз жасын сүрткен әділдік жарықтың нұры. Дедім, сөйтіп әділ үкім айтып, елдің алғысын алдым. Әділдік халықтың жүрегінде, жүректе шындық бар жерде қорықпай сөйлеу керек. Менің билік айтқандағы ұстанымым осы болды. Досқа да, дұшпанға да бір өлшеммен қарау. Қара қылды қақ жарғандай әділ болу. Халықтың намысы мен арын қорғау. Жас ұрпақ, бүгін сендер елдің ертеңісіңдер. Әділ болсаң жұртың сенеді. Әділетсіз болсаң өзіңді жоғалтасың. Сондықтан мен сендерге аманат етемін. Әділдікке берік болсаң аяғың таймайды. Өтірікті айтсаң жолың байланады. Өмірде әділ болу батылдық, бірақ сол батылдық елдің тыныштығының кепілі.